Сәлем баршаңызға, сіздермен ақ ерке. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді болып шығатын сүзбелі шариктердің рецептімен бөліспекшімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажет осындай шыны ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды саламыз және де үстіне қантты салып, миксердің көмегімен көпіріп ағарғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Мына массамыз осылай ағарып көтеріледі. Оның үстіне тұз және сода қосып тағы бір араластырамыз. Осы массамыздың үстіне сүзбелерімізді қосамыз. Және де жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін миксермен араластыратын боламыз. Міне осылай жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз да 2-3-ке бөліп араластырамыз. Осылай ұнды салғаннан кейін кішкене видеодағындай қозғап аламыз, себебі ұнымыз қатты шашырап кетпейді. Міне біздің массамыз қойлана бастады. Мен және де азырақ ұн қостым, ол жер видеоға түспей қалыпты. Келесі ыдысымызды үстін майлап аламыз. Сүзбелі шариктер жасауға кірісеміз. Ең алдымен осылай қолымызды видеодағында бір майлап аламыз, себебі қамырымыз қолға қатты жабыс қалмауы қажет. Бір осылай видеодағындай дөңгелектеп ыдысқа қойып шығамыз. Теп-тегіс дөңгелек болмаса да бола береді, себебі қуырған кезде өзі әдемілеп тегістеніп шығады. Қамырымыздың барлығын осылай дөңгелексеп шығамыз. Келесі осындай терең ыдысымызға көбірек май құямыз және де шариктерімізді сала бастаймыз. Шарикті көп салудың қажеті жоқ, бір-біріне жабысқалуы мүмкін. Шариктерімізді салып болғаннан кейін отымызды баяулатамыз, себебі қатты қуырған жағдайда іші піспей қалуы мүмкін. Бұл шариктер қараңыздар, ешқандай да аударуды қажет етпейді. Өздері ғана аударыла береді. 4-5 минутта піседі. Міне осылай майынан сырғытып алып, ыдысымызға қағазымызды орналастырып, салып алатын боламыз. Сүзбелі шариктердің барлығын толықтай пісіріп алдым. Үстіне осындай қант ұнтағын сеуіп, дастарханға тарттым. Бұл шариктер өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне ортасын ашып қарайын сіздерге. Ортасы да толықтай жаңағы үлпілдек жұмсақ болып пісіп шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.